Баршаңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай дәмі керемет болып шығатын, өзім тапсырысқа жасайтын творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, өте дәмді, көрінісі де керемет. Қажет заттардың барлығын экранға шығарып қойдым, және де описаниеге жазып кетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майға шекерді қосамыз. Екеуін вилкамен немесе миксермен жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Оның үстінен жұмыртқаны жарып, оны да жақсылап араластырамыз. Содан соң ұнға разрыхительді қосып, оны да жақсылап араластырамыз, және де ситодан өткізіп аламыз. Және барлығын осылай араластырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр жасап аламыз. Бұл бізде песочное тесто. Енді қамырымызды холодильникке қоя тұрамыз жарты сағатқа. Енді салмасын дайындаймыз. Осылай творогқа қаймақты қосып аламыз. Оның үстінен шекерді саламыз. Оның үстінен жұмыртқаларды жарып саламыз. Ең соңында ванильный сахар қосамыз, және осының барлығын блендермен жақсылап езіп аламыз біркелкі болғанша. Егер блендер болмайтын болса, миксермен де араластырып алуға болады. Енді жаңағы қамырымызды холодильниктен алып, осылай формаға орналастырып аламыз. Шет-шеттерін осылай тегістеп алуға болады, қасықпен немесе вилкамен. Және де начинкамызды құямыз. Әдемілеп орналастырып шығамыз. Қалауыңыз бойынша жеміс-жидек салуға болады. Менде шие, осы шиені осылай әдемілеп орналастырып шықтым. Піскен кезде әдемі көрінеді. Енді осыны 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Піскен соң суығаннан кейін барып, 1-2 сағат суығаннан кейін осылай формадан шешіп аламыз. Суымай тұрып, бірден шешіп алмаңыздар, өйткені ортасы қатпаған болады әлі. Начинкамыз қатпаған болады, және де дұрыс болмай қалады. Міне, кесіп көреміз. Дәмі өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер сіздерде. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар.